Жалпы соңғы жылдар керемет тенденция байқалады. Мейірімділік пен мәрттік трендке айналып келеді. Дүкендерде тегін нан тарату, аналар үйі деген жобаларды айтсақ болады. Оларға енді Қарағанды облысының Қоянды ауылында жетім балаларға арнап салынып жатқан баспананы қоссақ болады. Мұндай мәрттікті жергілікті ардагер ұстаз танытып отыр. Руслан Нұрланұлы Жомарт азаматтың мейірімді жобасын көріп келді. Айт Мұхамбет Қалтайұлы 5 бала тәрбиелеп өсірген. Өзі жергілікті мектепте көп жылдар қызмет еткен ардагер ұстаз. Бүгінде балалары кәсіпкерлікпен айналысады. Мұна үйді әке ақылмен ұлдары салдырып жатыр. Құрылысқа ауыл азаматтары атсалысуда. Келешекте мұнда Қарағанды қаласындағы жетімдер үйінен 10 баланы қоныстандыру жоспары бар. Сөйтіп ата-ана мейірімсіз қалған жасөспірімдерді қамқорлығын алмақ. Баланың күлкісі қымбат қой. Ол балалар күліп, қиындық көрмей өссе, ертең үлгілі азамат болса, елімізге, жұртымызға, отанына пайдасы тиеме деген есеппен сондай оймен жасап жатырмыз. Бұл істің екінші игілікті жағы бар. Ауыл тұрғындарының басым дені мектепте қызмет етеді. Білім ордасы баламен тоғыса жұрт жұмыссыз болмайды. Жалпы Қоянды ауылында 26 шаруа қожалығы мен бірнеше кәсіпкерлік нысандар жұмыс істейді. Барлығы да ауылды дамыту үшін атсалысып келеді. Балаларды қабылдап алатын отбасы шықса, тағы да бір үй салып беруге жағдайымыз бар. Ауыл халқына игілігіне бір тойхана салып беру міндетіміз тұр. Ары қарай тағы да жастарға спорт кешені салу дегендей. Мұның барлығы түптеп келгенде ауылға халықты, әсіресе жастарды тұрақтандыру үшін жасалып жатқан жұмыстар. Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан ауыл жастарына деген қолдау зор. Басты мәселесі жастарымызды осы жұмыспен қамту. Облыс бойынша қазіргі таңда жұмыстар саны 5,6%-дан 5,1%-ға кеміп отыр. Бүгінгі таңда барлық аудан қаладағы жастарға керуен шығып, елбасымыздың жолдауын, үкіметтің жасап жатқан бағдарламалардың бәрін түсіндіріп, бүгінгі таңда өздерінің нәтижесін беріп жатыр. Мықты мемлекетте мемлекетшіл адамдар тұрады. Бұл ретте жергілікті халыққа, жастарға қамқор болған Қоянды ауылының кәсіпкерлері бастаған игілікті іс еліміздің барша қалталы азаматтары үшін үлгі боларлықтай. Руслан Нұрланұлы, Бизат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.